Қазақтың ырым тыйымдары. Үйге кіріп келе жатқан қонақ абайсызда сүрініп кетсе, үй иесі төріне сыйлы орын ұсынады. Мұның мағынасы үйге күтпеген жерден байлық келеді, бақ дариды деген ырым білдіреді. Қонақ болып барған жерге қызды төрге отырғызады. Себебі қызда 40 шырақты бақыт бар деп білетін халқымыз сол бақыттың жұғыны қыз отырған төрде қалады деп ырымдайды. Қызда 40 періште бар деген наныммен де қызды төрге шығарады. Өйткені сол періштелер қонақ күтуші үйге қонады. Сондай-ақ қызда оттай ыстық мейір бар. Қыз қонақ барған үйде төрде отырса бойындағы мейірі мен сол отбасына сіңеді деген ырымды кез келген қазақтың біле жүргені дұрыс. Ал енді қызда 40 қырсықтықта бар деген халық сөзін естіп пе едіңіз? Ендеше қыз қонаққа барған үйінде бойындағы қырсық сол үйде қалады. Қызда мұздай суық ызғар да бар, яғни қыз қонақ барғанда сол шаңырақты есік жағынан орын алса, сол үйді ызғар шалады. Қызда 40 сайтан бар деген ырыммен қонақ күтуші үй иелері қызды есік жаққа отырғызбайды. Әйтпесе сайтандар сол үйде қалынатын көрінеді. Қыдырып қонаққа келген жаңа туылған баланы үйден құр қол қайтармайды. Бұл сәбиді көңілі қалмасын, жүрегі суымасын, келер бақыттың беті қайтпасын, үйде оттай ыстық ықыласы қалсын деген ырыммен туған ежелгі салт. Егер сәби үй иелеріне суқырай көріп, келген кейіппен қайтса, бұл шаңырақтан бақ, төрден бақыт, дәннен ырыс кетеді деп ырымдалған. Үйде отырған қонақты саусақпен санамайды. Малды, қолға түскен тұтқындарды ғана саусақпен шошайтып санайды. Үлкен тойда, аста немесе салтанатты мерекелерде сыйлы қонаққа көк қасқа тай, ақ сары бас қой, аттан түйе, дөнен өгіз сойылады. Сонда барлық тілек қабыл болып зор бақыт қонады деп ырымдайды. Қонақ қонған түні мал төлдесе, қонаққа кит кигізіп ақ жолтай деп құрметпен шығарып салады. Құтты қонақ келсе, қой егіз табады деген сөз осындайдан шықса керек. Қонақ келгенде есікті үй иесінің өзі ашады, ал қонақ шығарда есікті қонақ өзі ашып шығады. Қонақ үйге келгенде құт береке кіреді, қонақ кетерде үй иесі ашып берсе, құт та әлгі кісімен бірге ілесіп кетеді деп ырымдайды. Қазақ қыздары үйдегі қонақтың қарсы алдына келіп талтайып отырмайды. Бұндай қылық қызды ұятсыз іске ұрындырады, бақытсыздыққа душар етеді деп ырымдайды. Қонақтың пышағы немесе бәкісі дастарханмен бірге жиналып кетсе, қайтарып берілмейді. Қонақ ет тұрған соң пышағын өзі сүртіп қынығына салу керек. Егер дастарханмен бірге жиналып келсе, пышағын сұрамайды. Сұраса 40 пышақ боп өштеседі деп жориды. Қонаққа беретін тамақ қонақасы деп аталады. Сый табақпен 2 кәрі жілік бірге тартылса, қонақ қуанады. Оң жол болады, байлық келеді, бақ дариды деп ырымдайды. Қонақ жіліктендіріп, еттен тазаланып, мүжіп, өзі алып кетеді, үйінің босағасына іліп қояды. Қазақта кетік, сынық ыдыспен қонаққа ас бермейді. Ыдыстың кетігіне шайтан қосарласа ішеді, қонақ қорланады деп ырымдайды. Қонақта сыйламас бұрын үй қожасын өзін астан ауыз тигізу керек. Бұл ырым арқылы астың аталдығы, үй иесінің қонақжайлығы танылады. Халқымыз үйге келген кісіге астан дәм таптырмай жібермейді. Ертеде қазақтар бар болса, ол болмаса айран, ірімшік, құрт сияқты тағамдар ұсынатын болған. Асты қадірлейтін қазақ дәм тұзымды тат, расында айт дейді. Қастандық қылған біреу жайлы дәм тұзын тапсырдым дейді. Татқан дәмге қас қылған жігіт оңбас деп өлеңдетеді.